Қыздар, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Мен даусым естіліп тұр ма, қыздар? Қалдарыңыз қалай? Алдағы оразаға дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Жақсы, барлығы естіліп тұрған болса, онда бастай берейік. Сұрақтарыңыз болса, осы жерге қойыңыздар. Жалпы араларыңызда ораза ұстаймын деп жатқан, ниеттеніп жатқан қыздар бар ма? Қыз-келіншектер. Жиналып жатыр екен барлығы. Бар, Алла қаласа дейді. Сәлематсыз ба? Я, ұстаймыз дейді. Өте қуаныштымын. Я дейді. Керемет. Жарайсыздар. Қабыл болсын барлықтарыңызға. Жалпы осы оразада қандай сұрақтар сіздерді мазалайды, қыздар? Нені білгілеріңіз келеді? Бала еміземін дейді, ұстай алмаймын дейді. Мен осының алдында окошқа қалдырған болатын, қандай сұрақтар қызықтырады, сұраңыздар деп. Бүгін жалпы тақырып ораза жайлы болады. Оразаны ұстаған кезде, қандай проблемалар болмау керек, қалай дұрыс ұстану керек оразаны, ол кезде жаттығулар жасауға болады ма, емізетіндерге, жүкті әйелдерге ұстануға болады ма оразаны, соның барлығын бүгін айтатын боламыз. Бастай берейік, қыздар. Қалған қыздар алдағы уақытта қосылып көре жатар. Жүкті кезде ұстауға болады ма дейді. Қыздар, мен мысалы, егер сіздің денсаулығыңыз келіп тұрса да, егер дәрігер қандай да бір сізге запрет қоймаған болса, онда ұстансаңыздар болады. Ал өзіңізді сіз барлығы оразаны не үшін ұстайсыз? Оразаны Алланың разылығы үшін ұстайсыз, Сол себепті оның барлығын өзіңіздің шамаңызға қарап ұстау-ұстамау өз еркіңіз. Мен өзім дұрыс тамақтану маманы ретінде, салауатты өмір салты дәрігер ретінде ғана қалай дұрыс тамақтану керек, не істеуге болады, не істеуге болмайды, сол жайлы ғана айта аламын. Қалған нәрсеге мен жауап бере алмаймын. Оның барлығы өздеріңіздің денсаулықтарыңызға байланысты, өздеріңіздің дәрігерлеріңіздің айтуына байланысты, немесе өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, қыздар. Жалпы қараңыздар, ораза жайлы болып тұр ғой, мына жерде сұрақтарыңыз болса қоя бересіздер, мен жайлап кезекпен жауап беретін боламын. Жалпы ораза ұстаған кезде қандай, мысалы сіздерде қандай симптомдар болуы мүмкін, Ораза ұстаған кезде көбінесе қыздар айтып жатады, Гүлбала ханым, осы ораза ұстандық дегеннен бастап бізде шаршау пайда болады дейді. Не үшін шаршау пайда болады? Өйткені сіздер таңертең және кешке жеген тамақтарыңыздың көлемі өте үлкен болады, Өйткені сіздер мысалы таңертең сәресін ішіп аласыздар да, көбірек ішіп аласыздар, өйткені күні бойы қарнымыз аш қалмасын деген ой болады, сіздерде. Сосын кешке жақын ауызашарға дейін зорға жүресіздер, шаршап күтіп, сіздер өйткені постоянно в ожидании дейді ғой, бір нәрсені күтіп отырасыздар. Ауыз бекітуді күтіп отырасыздар, сосын ауыз ашуды күтіп отырасыздар. Тек тамақ, ойлағандарыңыз тамақта енді жалпы айтпаймын, негізі көбінесе шаршаудың бірден бір себебі сол. Сосын, мысалы, таңертең сіздер көбірек тамақ жейсіздер, Мысалы, адам тамақ жеген кезде ол көп мөлшерде жейтін болсаңыздар, бүкіл асқазан пока асқазаннан ішектерімізге түседі, ішектерімізден тоқ ішек деп жатамыз, ол қарай, ары қарай тік ішек деп жатамыз, соның барлығынан өткенше біздің тамағымыз, где-то 8-14 сағат өтеді, қыздар. 8-14 сағат сіздер егер көп тамақ жейтін болсаңыздар, ораза уақытта таңертең, мысалы, көп тамақ жейтін болсаңыздар, пока оны қорытам дегенше асқазанда бүкіл денелеріңіз де шаршап қалады.
шаршап қалады да, шынымен де сіздерде шаршау басым болады. Өйткені пока асқазанның барлығын қорытып үлгерем дегенше кәдімгідей жұмысы көбейіп кетеді асқазанның. Жаңағы мысалы дұрыс тамақтануда 5 мезгіл тамақтанамыз ғой, 3 мезгіл жаңағы күнделікті таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және де 2 біздің тіске басар уақытымыз бар, солай тамақтанған кезде біздің асқазанымызға білінбейді. Өйткені жаңағы кезек-кезегімен аз-аздан ол қорытып үлгереді барлығын. Ал таңертең сіздер мына ораза ұстаған кезде бірден көп тамақ жеп қоюға болмайды. Көп тамақ жейтін болсаңыздар, оны қорытам дегенше шынымен де асқазан шаршап қалады. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, бүкіл асқазанды 3-ке бөлеміз, бір бөлігі тамақ болсын, бір бөлігі су болсын, бір бөлігі ауа болсын дейді. Дәл солай тамақтануларыңыз керек, қыздар. Ешқашан былай қорықпаңыздар. Вот мен жаңағы көп тамақ жемесем мен аш қалам да, сосын қарным ашып, әлсіреп, құлап қалуы мүмкін деген сияқты, немесе тағы бір шаршап қалуы мүмкін, немесе қан қысым түсіп кетуі мүмкін деген сияқты сіздерде ой болмасын, жарайды ма? Әрдайым жаңағы тек жақсы нәрсе ойлаймыз. Ораза уақытта әрдайым жаңағы айтамыз ғой, құлшылық дейміз, біз тек бүкіл асқазанымызды, жаңағы денемізді тазартпаймыз, онымен қоса біз мына тіліміз тазарады, артық жаман сөйлемейміз, еш жаман нәрсе ойламаймыз, ойымыз тазарады. Сосын өзіміздің денеміз тазарады, бүкіл клеткаларымыз тазарады, қыздар. Сол себепті сіздер де тамақтанған кезде олай көп мөлшерден тамақ жемеңіздер. Шынымен де сіздерде шаршау да болуы мүмкін, сол себептен әлсіздік те болуы мүмкін, және де асқазан жұмысы бұзылуы мүмкін. Міндетті түрде рационға мән беру керек. Рационда қыздар жаңағы бір майл тамақтар немесе бір қандай да бір көмірсулар өте көп мөлшерде олай болмайды тамақтануға. Міндетті түрде көбінесе таңғы асқа, мысалы айтайын, сұлы ботқасы, жай ғана овсяное каша деп айтсақ болады. Мысалы, оның құрамында да жаңағы көмірсу да бар, оның құрамында ақуыз да бар. Өйткені сіздер оны сүтке дайындайсыздар, сүтпен сумен араластырып дайындайсыздар. Одан бөлек қайнаған жұмыртқа жесеңіздер болады таңертең, мысалы. Әртүрлі жаңағы ботқалар дайындап жесеңіздер болады. Оны жемеймін десеңіздер, жаңағы қарапайым қайнатылған сорпа ішсеңіздер болады. Егер прям қатты жаңағы тамақ жемесем болмайды дейтін болсаңыздар, сондай сорпаларды ішсеңіздер болады. Ең бастысы жаңағы дайындаған сорпаңыз қайнатылып дайындалуы керек. Яғни сүйек сорпа деп айтып жатамыз ғой көбінесе, жаңағы сүйекті қайнатып аламыз, ішіндегі еті бар, сүйектегі бүкіл кальций бар, жаңағы оның ішіне көкөністер қосасыздар сіздер міндетті түрде. Соның барлығынан бір 200 мл жеткілікті. Ішінде етімен, көкөнісімен, жаңағы сорпасымен барлығы 200 мл жеткілікті. Сосын сұрап жатасыздар, шай ішуге бола ма деп, Көбінесе шай ішкенде қыздар өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қараңыздар. Жаңағы фруктовый чай деп айтып жатамыз. Әртүрлі жеміс жидектен чайлар болады, Егер прям чай ішпесем болмайды дейтін болсаңыздар, сондай шайларды ішіңіздер. Немесе ромашка шайы, қарапайым ромашка шайын ішуге болады. Одан бөлек каркаде дейміз, ол да шай. Қарапайым шөп шайлар, шынын айтқанда, сондай табиғи шайларды ішсеңіздер болады. Оның барлығы жаңағы бүкіл ішіп жеген тамақтарыңыздың барлығының қорытылуына, жақсы асқазанның жақсы жұмыс жасауына өзінің жақсы ықпалын тигізеді. Ең бастысы жаңағы қарапайым қара шайды, оның білесіздер, табиғи да болады, табиғи емесі де болады, Жаңағы ішкен кезде білесіздер, шайды қарасаңыздар, мынандай пиалайға құясыздар ғой, көрсетейін, Былай пиалайға құйған кезде, жаңағы шайды төккен кезде, мына жердің барлығында былай жабысып тұрады, Клеенка сияқты бір қап-қара бір нәрсе жабысып тұрады. Сондай болған ба сіздерде? Шайдың жаңағы қалып кеткен қалдықтары, оның барлығы шлак, яғни шлак болып, мына ыдысқа жабысты да, мысалы, осы ыдысқа жабысты. Дәл солай сияқты сіздерде егер ауыз бекітетін кезде осылай шай ішіп алатын болсаңыздар, бүкіл жаңағы шайдың краскаларының барлығы асқазандарыңызға, жаңағы ішектеріңізге барып, осылай шлак болып жабысып қалатын болады. Ол не деген сөз? Ол сіздерде жаңағы бүкіл асқазанды тазалап жатырмыз ғой, ол процесс тоқтап қалады, немесе өте баяу жүретін болады. Шынымен де егер осы дұрыс тамақтану арқылы, ораза уақытында өздеріңіздің жаңағы бүкіл денелеріңізді тазартқыларыңыз келсе, бүкіл клеткаларыңызды тазартқыларыңыз келсе, бүкіл асқазан ішектің жұмыс жасауын жақсартқыларыңыз келсе,
шынымен де жаңағы қарапайым қайнатылған су немесе қарапайым жаңағы фильтрдің суын ішсеңіздер де жеткілікті. Ешқандай сіздерде әлсіздік болмайды. Ең бастысы жаңағы тәуекел етіп Аллах разылығы үшін сіздер ұстап жатсыздар ғой оразаны. Демек барлығында жаңағы беруші ол Алла. Еш уайымдамай тәуекел етіп әрекет жасасаңыздар жеткілікті қыздар. Ешқашан жаңағы тамақ деп ойларыңызды тамақпен ғана шектеп қоймаңыздар. Оразаны не үшін ұстайды? Алланың разылығы үшін ұстайды. Оразаны не үшін ұстайды? Оразаны бүкіл жаңағы жаман біреуден мысалы ораза мезгілінде жаңағы біреуді ренжіткен болсаңыздар, кешірім сұрайсыздар, біреуді сол бүкіл күнәлардың барлығын осы ораза айында тастап кету, барлығынан жаңағы құтылу деген сияқты ғой, енді тазару, жаңару, Дәл солай сіздер де тамақты көп ойламай, көбірек дұға жасаңыздар, көбірек жаңағы намаз оқыңыздар, намаз оқымайтын қыздар болсаңыздар, міндетті түрде бастап кетіңіздер, иншалла қабыл болады. Ары қарай да өмірлеріңіз жақсы жаққа өзгеретін болады. Ешқандай алдағы уақытта сіздерде ауру да болмайтын болады, ешқандай жаңағы проблема болмайтын болады, мысалы, денсаулықтарыңызбен. Қазірден бастап дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, ертең алдағы уақытта ешқандай сіздерде мысалы қан қысым көтеріліп кетті деп жатамыз, немесе қан қысым төмендеп кетті, басым ауырады, мына жерім қақсайды деп айтып жатасыздар ғой. Дәл сондай проблемалар сіздерде болмайтын болады. Шынымен де егер дұрыс тамақтанып, шынымен де жаңағы ораза ұстап, өздеріңіздің асқазандарыңызды бір тазалап алсаңыздар, алдағы уақытта барлығы керемет болады, қыздар. Мен мына жерде комментарийді өшіріп тұрайын, Сосын қыздар, осы ораза уақытында көбінесе мына іштің қатуы сондай проблема болады. Сіздерде де сондай бар ма? Егер сұрақтарыңыз болатын болса, мына жерде сұрақ белгісін қойып, мына сұрақ белгісі тұр ғой алдарыңызда. Сол жерді басып, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын, қыздар. Сосын мына іш қату деп жатамыз. Іш қату не үшін болады? Өйткені жаңа рационда майдың аздығы, немесе майдың мүлдем болмауы, немесе жаңағы күнделікті жаңа сіздер тәтті қуырылған сондай тағамдарды көбірек жейсіздер ғой, мысалы қазіргі уақытта, соны шектеп тастасаңыздар, бірден, сонда сіздерде іш қату проблемасы болуы мүмкін. Оны жаңағы қандай не істеу керек, мысалы күнделікті майды қолданғанның өзінде сіздер жаңағы зәйтүн майы дейміз, зығыр майы дейміз, немесе қарапайым қолдың майы, шынымен де қолдың майын қолдансаңыздар болады, бірақ көп емес, аз мөлшерден қолдансаңыздар болады. Мысалы майды қанша грамм қолдануға болады? Мысалы менің салмағым 60 кило деп айтайық, мен 60 килограммын, маған бір күндік норма 60 грамм. Негізі солайдан бір күндік норма. Бірақ егер менің 60 килограммым жаңағы мен үшін үлкен болатын болса, салмағым мен үшін көп болатын болса, онда 30 грамм май бір күнге жеткілікті. Сіздерде мысалы майды былай алып ішудің қажеті жоқ. Сіздер мысалы сорпа дайындайсыздар, дұрыс па? Сорпа дайындаған кезде жаңағы еттің майы шығады, соның өзі сіздерге кәдімгідей май болып саналады. Одан бөлек мысалы қаймақ жейсіздер, қаймақтың құрамында да май болады. Қарапайым айран ішесіздер, дұрыс па? Айранның сыртында жазылып қояды ғой, майлылығы 2-5%, 3-5% деген сияқты, ол да май. Оның ішінде де май бар деген сөз. Соның барының жиынтығы осы 30 граммдай болуы қажет. Одан аспаса тіптен жақсы. Сонда сіздерде іш қату процесі болмайды. Сосын сұйықтықтың аз ішілуі. Яғни суды сіздер ораза уақытында жаңағы бір күндік нормаларыңызды орындай алмайсыздар ғой, дұрыс па? Бір күндік орындамайсыздар, сол себепті сіздерде іш қату процесі болуы мүмкін. Ондай кезеңде не істеу керек, Суды, мысалы, таңертең және кешке общий 2 литр су ішуді міндетті емес, қыздар, 1 литрдай су ішсеңіздер жеткілікті. 1-1,5, шамаларыңыз келсе, түнде көп су ішудің қажеті жоқ, аз-аздан ішсеңіздер болады. Шөлдесеңіздер, ішіңіздер. Сосын тәбеттің болмауы, мысалы айтайық та, сіздер кешке жақын тойып тамақ жеп аласыздар, тойып тамақ жеп аласыздар да, сосын не істейсіздер? Жата қаласыздар. Жата қаласыздарда таңертең тұрған кезде мына бүкіл тамақтың жаман иісі, жаман бір дәмі, бүкіл тамаққа келеді, мына жерде тіреліп қалады. Сосын ауыздан бір жағымсыз иіс шығады. Сондай жағдай болған ба сіздерде? Особенно осы ораза уақытында сондай көп кездеседі. Өйткені сіздер түнде ауызашар кезде көбірек тамақ жеп алдыңыздар, артығымен жеп алдыңыздар, өйткені аш қалатындай өздеріңізде сондай ой болды, мысалы. Сол себепті сіздерде бүкіл тамақ көп жеп қойғандықтан, оның барлығы мына жерге келеді да, сол
иісі шығып тұрады. Оның барлығы толықтай қорытылып үлгермейді өйткені таңертең сіздер тұрасыздар да жаңағы сәресіне, түнгі 3-4 болсын, сол кезде тұрасыздар да қайтадан сонша тамақты жаңағы жеп аласыздар. Оның барлығы мына асқазанға өте үлкен нагрузка, қыздар. Өте үлкен нагрузка, сол себепті олай тамақтанудың қажеті жоқ. Және де мына жерде жүрек айну не үшін болады? Тоже дұрыс тамақтанбағандықтан, қыздар. Дұрыс тамақтанбай, сіздер солай көбірек тамақ жеп аласыздар, әртүрлі жаңағы тәттілерді жейсіздер, торттарды жейсіздер, мысалы, немесе ауызашарға барасыздар да сол жердегі бүкіл тамақтың барлығының дәмін көргілеріңіз келіп, барлығынан аз-аздан жеп шығасыздар. Ол дұрыс емес, қыздар. Өйткені шынымен де ораза не үшін ұсталады? Қайтадан айтайын, ораза Алланың разылығы үшін ұсталады. Оразаны ұстап жатқан кезде шынымен де сіздер өздеріңіз саналы түрде сезініңіздер соны, жаңағы асқазанның 1/3 бөлігін ғана тамақпен толтырыңыздар. Кешке жесеңіздер де дәл солай. Мысалы, кешке не жеуге болады? Кешке көбінесе жаңағы ақуыз деп айтамыз ғой, мысалы, балықты духовкаға пісірсеңіздер болады, немесе балықты парға пісірсеңіздер болады. Балықты жаңағы мүмкіндігіміз жоқ десеңіздер, жай қарапайым тауықты пісірсеңіздер болады. Тауықтың төс етінде ақуыздар көп болады, қалған еттерінде майлар көп болады. Мысалы, аяғын сіздер жаңағы окорочка деп алып қайнатасыздар ғой, сол кезде байқасаңыздар көп май шығады. Не үшін көбінесе осы тауықтың төс еті деп айта береді деп ойлайсыздар ғой, өйткені тауықтың төс етінде май өте аз, тіптен жоқ деп айтсақ болады. Сол себепті ол жерде ақуыз өте көп. Ақуыз солай қайнатып жесеңіздер болады, немесе сол жаңағы балықтың сорпасы дейміз, немесе тауықтың сорпасы дейміз, солай ішсеңіздер болады. Егер бешбармақ жасап жатса, бүкіл көбінесе солай бешбармақ ауызашарға шақырған кезде ет қояды. Ет қойған кезде де сіздер жаңағы аштан қалған адам сияқты жемеңіздер, бастамаңыздар. Мысалы, ауыз ашатын уақыт келді. Ауыз ашатын уақыт келген соң 2 стакан жылы су ішіп алыңыздар. 2 стакан жылы су ішесіздер, сосын жаңағы 1-2 штук финики деп айтамыз, құрма, қарапайым сол құрманың 1-2 штугын жеңіздер да болды. Жеңіздер, тоқтатыңыздар, сосын жаңағы намаз уақыты, ақшам намазы, соны оқып алыңыздар. Барлығын бір 20 минуттай асқазандарыңызды демалдырыңыздар. Сол кезде жаңағы құрма түсті ғой біздің асқазанымызға, сосын біздің асқазанымыз ойлайды, қазір бізге тағы да тамақ келеді деп, бүкіл асқазанның жаңағы сөл шығара бастайды. Сол сөл арқылы біздің асқазанымыздағы тамақтардың барлығы қорытылады ғой. Сосын ішекке барады, ішектен ары қарай тоқ ішектен ары қарай тік. Сол жаққа жаңағы дұрыс, равномерно деп айтамыз ғой, өз кезегімен солай қорытылатын болады. Бірден барып барлығын бас салып тамақтанатын болсаңыздар, ауыз ашып алып бірден тамақтанатын болсаңыздар, онда біздің асқазанымызға ол үлкен жаңағы нагрузка, үлкен ауыртпашылық. Сол себепті ертең асқазанмен қандай да бір проблема болуы мүмкін. Ертең мысалы ораза ұстамаған кезде уже, даже сіздерде сол тамаққа үйреніп қалады да, сіздердің асқазандарыңыз, сондай көп мөлшер тамаққа үйреніп қалады да, сосын асқазан жаңағы былай созылады. Мысалы, мынандай асқазан болатын болса, ол бүйтіп созылады да, сосын жаңағы тамақтың барлығы қорытылмағандықтан май болып, жаңағы бүкіл денемізге артық салмақ болып былай жинала береді. Күнделікті нормаларыңызды ғана тамақтануларыңыз керек. Мысалы, күнделікті нормаларыңыз 1800 калория болуы мүмкін, немесе 1500 калория болуы мүмкін, соны біз 2-ке бөлеміз. Яғни таңертең сәресіне және кешке ауызашар уақытына. Болды. Одан артық тамақ жемеңіздер. Одан бос болсаңыздар, Құран үйреніңіздер, кітап оқыңыздар, бірақ жай ғана тамақты жеп алып, сразу қайтадан ұйықтап, аузымды бекітіп алдым, болды, енді ұйықтаймын да, сосын обедте тұрам, сосын ары қарай чуть-чуть уақыт қалады да, сосын ауыз ашқанға дейін қайтадан тез күтемін да, сосын аузымды ашам деген ғана ой болмасын сіздерде. Шынымен де пайдалы, жаңағы қалай айтсам болады, пайдалы қолданып қалыңыздар, осы айдың құдіретін жақсы пайдаланып қалыңыздар, өздеріңіздің жаңағы керек нелеріңізге дұға жасап, көбінесе дұғада болыңыздар. Сосын жалпы оразаның пайдасы жайлы айтайын, жаңару. Яғни ораза уақытында, қыздар, не үшін жаңару? Мысалы, біріншісі белгілі Алланың разылығы үшін,
басқа амалдардың барлығын біз өзіміз үшін жасаймыз да. Мысалы, намазды да өзіміз үшін оқимыз, зекетті де өзіміз үшін береміз да, мысалы. Немесе біреуге садақа жасаған кезде де өзіміз үшін, өзіміздің жолымызды тазарту үшін, өзіміздің қалай айтсам болады, жасымызды ұзарту үшін деген сияқты, өмірімізді ұзарту үшін, мәнді сәнді ету үшін, оның барлығын өзіміз үшін жасаймыз. Ал осы оразаны біз Алланың разылығы үшін ұстанамыз. Алла разылық болса, егер шынымен де барлығы керемет болады өмірлеріңізде. Сосын жаңару, яғни бүкіл ағзамыз, клеткаларымызға дейін жаңарады. Өйткені бұл тура бір ораза біздің детокс сияқты ғой, енді тазалану, бүкіл асқазан демалады, мысалы да, жаңағы равномерно тамақтанатын болсаңыздар, шынымен де біздің асқазанымызға сәл де болсын демалыс болады. Өйткені 5 мезгіл тамақ ішпейсіздер, 2 мезгіл ғана ішкендіктен демалып, бүкіл клеткалардың барлығы тазарып, артық шлактан, токсиннан, тұздан, артық судан, барлығынан тазарып, шынымен де жаман клеткалардың барлығы жойылып кетіп, бүкіл шлактардың барлығы, бүкіл асқазанымыз, ішектерімізден шығып кетіп, жаңа клеткалар пайда болады. Сол бізге жаңару. Байқасаңыздар, осы оразада көбінесе беттерінде әртүрлі прыщи, угри деп айтып жатамыз ғой, қара дақтар көп сондай болатын адамдарда осы оразаны шынымен де ұстанатын болса, кәдімгідей беттері тазарады. Беттері тазарады, бүкіл асқазандары тазарады, тазару процесі өте жылдам жүреді осы ораза айында. Сосын жасарады. Көбінесе осы оразада шаршап жүрген адамдар болады ғой, әрдайым қандай да бір проблемаларды ойлап жүретін, соның барлығы тек дұғада болғандықтан, тек Алланың разылығы деп ұстанатын болса, көбірек Құран оқитын болса, миы да тазарады, бүкіл ағзасы жақсы жаққа, қалай айтсам болады, жақсы жаққа әрекет жасайтын болады, бүкіл ағзасы жақсы жаққа өтетін болады, ауысатын болады. Дәл солай сіздер де міндетті түрде қорқып, ой, мен ертең ораза ұстасам талып қалам ғой, ораза ұстасам үйтіп қалам ғой, бүйтіп қалам ғой деп ойламай, шынымен де ұстаныңыздар. Шынымен де әрекет жасап көріңіздер. Егер болмаса, тоқтатасыздар, егер болса, ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Оның ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Сосын өмір сүру ұзарады деп айттым, Сосын осы ораза біткен соң, көбінесе айтып жатамыз ғой, ораза уақытында неге адамдар салмақ тастаудың орнында салмақ қосып жатыр деп. Көп адамдар сұрайды, неге оразада керісінше күні бойы тамақ жемейміз ғой, неге біз арықтамаймыз деп жатады. Біліңіздер, арықтау ораза ол арықтау үшін емес. Ораза ол Алланың разылығы үшін. Ораза уақытында сіздер, мысалы, егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, ертең ораза біткен соң сіздерде артық салмақ қосылмайтын болады. Өйткені ораза уақытында сіздер дұрыс емес тамақтанатын болсаңыздар, көп мөлшерде 2 мезгіл тамақтанатын болсаңыздар, ертең ораза біткен соң дәл солай асқазандарыңыз сондай үлкен күйінде қалып қояды да, сосын сондай тамақты сіздер 5 мезгіл жейтін боласыздар. Өйткені ол әдетке айналады бүкіл асқазанға. Сол әдетке айналған соң, сіздер 5 мезгіл солай тамақтанған соң, білесіздер, уже артық салмақ күнде қосыла беретін болады. Егер сіздер осы қазірден бастап осы оразаға дайындалмайтын болсаңыздар, қазірден бастап ағзаны үйретпейтін болсаңыздар, ертең ораза ұстаған кезде де сіздердің ағзаларыңыз үйреншіксіз нәрсеге барып қалған соң шоковое состояниеде болып қалады да, сол үшін қазірден бастап уже аз-аздан тамақ жеп үйреніңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Сұрақтарыңыз болса, мына жерде қойыңыздар, Так, мына жерде сұрақ бар екен. Қалай ағзаны тазартады дейді. Қалай ағзаны тазартасыз? Сіздер ертең егер ораза ұстайтын болсаңыз, ағзаңыздың өзі-ақ тазаратын болады. Егер шынымен де дұрыс тамақтанатын болсаңыз, егер рационыңыз дұрыс болатын болса, онда ешқандай сізде шлак та болмайды, токсин да болмайды, тұз да болмайды, артық су да болмайды, қыздар. Артық су көбінесе тұзды тамақтар жейтін болсаңыздар, артық су пайда болуы мүмкін. Не үшін? Өйткені тұз, білесіздер, жидкостьті организмда ұстап тұрады, да, сосын сіздерде отек болады, ісіну болады, бүйректеріңізбен проблема болады. Егер сіздер көбірек тұз жейтін болсаңыздар, күнделікті рационда, оның барлығы бүйрекке нагрузка. Бүйректе тасқа айналып кетеді, ол артық тұз тасқа айналып кетеді. Сосын бүйректе
рак деп айтып жатамыз ғой, иә, осы бүйректің рак ауруына дейін шалдығып қалу мүмкіндік ықпалы бар. Сол себепті әрдайым дұрыс тамақтанып жүріңіздер. Қазір сіздердің өмірлеріңіз барлығы керемет болатын болса, иә, шынымен де керемет болғанның өзінде сіздер ертең білмейсіздер ғой не болатын алдағы уақытта, иә. Қазір жассыздар да, ағзаларыңыз 100% жақсы жұмыс жасап тұр. Бірақ қазір дұрыс тамақтанбай, қалаған тамақтарыңызды жейтін болсаңыздар, иә, ертең өздеріңіз мысалы 40 жас дейміз, 50 жас дейміз, жайлап аурулардың барлығы кезекпен көбейе бастайды. Қазір дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, қазір осы оразаны ұстап, өздеріңіздің ағзаларыңызды тазалап алатын болсаңыздар, ертең алдағы уақытта бұндай проблемалар сіздерде болмайтын болады. Алланың құдіреті до того күшті да, өзі ойлап қойғанда, оның барлығын, детоксты өзі ойлап қойғанда, Алланың өзі сіздерге сондай күшті мүмкіндік беріп тұр да, ұстаныңыздар оразаны. Шынымен де ағзаларыңыз бір тазарып, бір жасарып, бір жаңа клеткалар пайда болып, өздеріңіздің ағзаларыңыз өздеріңізге ырза болатын болады, қыздар. Так, сұрақтарды көрейін, иә. Детоксты қалай үйретесіз дейді. Детоксты қалай ұстайды дейді. Детокс деген, яғни ағзаны тазарту, артықшылықтан, оны көбінесе смузи арқылы біз әртүрлі фруктылар қолданамыз, әртүрлі овощилар қолданамыз, оның ішінде ПП тамақтар да болады, сол арқылы детокс жасаймыз. Шынымен де жақсы нәтижесі күшті. Дәл сол кезде бастап сізде группа болады ма дейді. Ару ханым, группа 2 күні ашылайын деп жатыр, толық түсіндіріп кетейін. 2 күні біз осы 40 күндік жасару марафонын бастайын деп жатырық. 40 күнге созылады, өйткені алғашқы 10 күн, мысалы 2-сіне кешке басталатын болса, 3 күні таңертең бастайсыздар, 3 күннен 13 күніне дейін детокс болады, бізде детокс марафоны жүретін болады. 13-нен бастап, ары қарай, уже 14-нен бастап ораза ғой, 14-нен бастап 1 айлық оразаның күнделікті меню беріледі, күнделікті тікелей эфирлар болады. Барлығы осы оразада бірге, күнделікті эфирлар өткізіп, бірге жеңіл өткізетін боламыз. Жалпы марафон туралы, қыздар, мына жерде сұрақтар көп екен. Мен былай көрсете салайын сіздерге. Міне, 40 күндік жаңару марафоны. 40 күндік жаңару марафоны 2 күні кешке ашылады бұл марафон. Яғни бұл жерде нелер болады, Бұл жерде күнделікті оразаның меню беріліп отырады. Оразаның меню. Сосын ол жердегі менюдің барлығы қарапайым үйдегі бар продукталар, қымбат еш нәрсе жоқ. Ең бастысы сіздерде ағзаларыңыз тазаратын, сондай меню болады. Ешқандай артық тамақ жоқ бұл жерде. Сосын тікелей эфирлар болады. Тікелей эфирлар күнделікті болуға енді әрекет жасаймыз, әрине. Шама келгенше міндетті түрде сіздермен тығыз байланыс болады. Сіздерді қолдап отыратын боламын міндетті түрде. Сосын дұрыс тамақтануды үйрену. Яғни бұл жерде ораза ұстап жатқан топта, сондай кезеңдер болып қалады, ораза ұстай алмайтын қыздар болады, немесе сондай күндер болып қалады, сол кезде міндетті түрде 30 күндік дұрыс тамақтану меню берілетін болады. Одан бөлек. Сосын күнделікті мотивациялар болады сіздерге қолдап отыру үшін. Күнделікті аудио мотивациялар болады. Оның барлығы күнделікті тыңдау арқылы сіздер көптеген өздеріңіздің денсаулықтарыңыз жайлы мағлұматтар алатын боласыздар. Мысалы айтайық, бауырдың ауруы, бүйректің ауруы, шаршау, әлсіздік, тәттіге құмарлық, психологиялық тамаққа зависимый болып қалу, не үшін ондай болып қалады? Қалай біз өз-өзімізді күтуіміз қажет, мысалы бет күтімі дейміз, немесе шаш күтімі дейміз, соның барлығын өзімізге қалай инвестиция құя аламыз, мысалы соның барлығы осы марафонда қамтитын болады. Сосын вакуум міндетті түрде осы алғашқы 10 күннің ішінде үйретілетін болады вакуум. Өйткені не үшін алғашқы 10 күнде? Өйткені ол күндер сіздерде әлі ораза басталған жоқ қой, 13-не дейін, сол кезде үйреніп аласыздар, ары қарай жасау оңай болатын болады сіздерге. Сосын детокс меню міндетті түрде берілетін болады, 10 күндік детокс меню беріледі.
Сосын одан бөлек ПП торттар міндетті түрде видеосы, мен өзім жасаған торттардың барлығының, ПП торттардың барлығының видео рецептін сіздерге беретін боламын. Оның барлығы осы марафонның ішіне кіретін болады. 40 күндік жаңару марафонның ішіне кіретін болады. Одан бөлек ПП тамақтар, мысалы мен рецепттер беремін сіздерге. Соның барлығы, көбісі менде YouTube каналымда жаңағы специально закрытый қойғам, оның барлығын доступ. Тек осы марафонға қатысқан қыздар ғана ала алады. Соларға ғана мен күнделікті беріп отыратын болам. Солар ғана жаңағы көре алатын болады, жасайтын болады, қалай дұрыс жасау керек техникасын барлығын үйрететін болам осы марафонда. Жалпы мен айтып отырған информацияның барлығының бағасы 14 000 теңге қыздар. 14 000 теңге, бірақ мен осы оразаға байланысты жылына бір-ақ рет болатын осындай жаңару марафоны болғандықтан мен оразаның құрметіне 80% жеңілдік жасағым келіп отыр. 80% жеңілдігіміз бізде не бәрі 3000 теңге. Бірақ қыздар, бұл марафонға 30 қыздан артық қыз қабылданбайды. Тек 30 қыз ғана алам, 30 қызбен ғана жұмыс жасаймын, ары қарай уже артық қыз алынбайды. Ренжімейсіздер. Сосын 24 сағат ішінде төлем жасалған қыздар ғана қатыса алады. Яғни осындай бағамен 3000 теңгемен қатыса алады. Қалған қыздар ренжімейсіздер, өйткені 24 сағаттың ішінде осы 30 қыз толып қалады, басқа орын жоқ қыздар. Көп қыздар уже сұрап жатыр мына жақта. Реквизит қалай қайқа аударамыз дейді. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Көрінбей қалды, Көрінбей жатыр. Көрінбейткен мен мына жерге жазайын, Қазір. Қазір. Мен мына жерге номерін жазамын. Так, бұл жерде жазылмайтын сияқты. Қазір мен реквизитті тауып алайын, сосын жіберетін боламын. Жалпы маған WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады, сол жерде де сол номер, WhatsApp номері осы неге тіркелген. Каспий Голдқа тіркелген қыздар. Бірақ мен мына жерде қазір сіздерге былай көрсете салайын. Қайда жібереміз дейді қазір қыздар, 1 минут. Менде өте көп екен жаңа информациялардың барлығы. Бір жерге. Міне мына жерде көрініп тұр, сіздерге. Міне Каспий Голд номері жазылып тұр. Осыны скриншотқа басаңыздар болады, қыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, Мен қазір барлықтарыңызға жауап беретін боламын міндетті түрде. Міне, Каспий номер тұр, осы номерге төлем жасап, 3000 теңге. 40 күндік марафонға қатысам деп маған WhatsApp-қа жазып жіберіңіздер. Мына жерде WhatsApp номері тұр. Уже төлем жасап атқан қыздар да бар. Қайдан білетінін білмеймін менің Каспий номерімді, бірақ уже төлем жасап жатыр. 2500 теңгелік ол 1 айлық марафон қыздар. Ол 1 айлық қарапайым жаңағы дұрыс тамақтану марафоны. Мына жерде жаңағы Каспий Голд номер жазылып тұр. Ал 40 күндік марафон ол 3000 теңге қыздар. Ол жерде тек ораза ұстайтын қыздар ғана қатысатын болады. 40 күндік жасару марафонына тек ораза ұстайтын қыздар қатысады. Қазір мен сұрақтарына жауап беріп кетейін, тез. Өте көп сұрақ қойыпты мына жерде.
сахарный диабет ораза ұстауға болады ма дейді. Қыздар, сахарный диабет кезінде, мысалы, сіздерде көбінесе көп шөлдейтін болсаңыздар, жаңағы шыдай алмаймын десеңіздер, онда ұстанбауға болады. Бірақ сіз өзіңіздің ағзаңызды өзіңіз білесіз ғой, мысалы, шыдай алатын болсаңыз, онда ешқандай зияны жоқ. Сахарный диабет кезде, мысалы, қант диабеті деп айтамыз ғой, ол кезде жаңағы углевод, сложный углевод, мысалы күріш, оны сіз қолданбайсыз. Қарапайым сорпалар, қарапайым көкөністер, көбірек клетчатка болу керек, рационды таңертең де кешке де көбірек болу керек, және де жаңағы ақуыздарға бай тамақтарды көбірек қолданыңыздар. Шынымен де ұстануға болады ондай жағдайда. Так. Тағы сұрақтар бар ма, қыздар? Міне, қыздар, мен прикрепить етіп қойдым. Каспи номерді жазып қойдым. Осы номерге салсаңыздар болады. Так, мына жерде мен сұрақтарды оқып үлгере алмай жатырмын. Ұннан жасалған тағамдарды, тәттілерді жеуге болады ма дейді. Қыздар, мысалы, ораза ұстағанның өзінде, сіздер оны арықтау үшін жасап жатқан жоқсыздар ғой. Жалпы дұрыс тамақтануда сіздер тәттіні де, сіздер ұннан жасалған тамақтарды да жесеңіздер болады, бірақ өте аз мөлшерде, көп мөлшерде жеуге болмайды. Өйткені, мысалы, аптасына бір рет, мысалы, жаңағы лагман деп айтып жатамыз, немесе манты дейміз, немесе ет асастар, оны жеуге болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Сосын ұндарды көбінесе, мысалы, қандай да бір торттар жасайтын болсаңыздар, ПП ұндар бар. Күріш ұны дейміз, сұлы ұны дейміз, жүгері ұны дейміз, ондай ұндар өте көп, қыздар. Қазір барлық қалаларда бар. Сол жерде жаңағы алып қолдансаңыздар болады. Оның ішінде жаңағы сіздерге зиянды еш нәрсе жоқ. Сіздер күнделікті соларды қолданып арықтасаңыздар да болады. Ол тек оразада емес, қыздар, алдағы уақытта, мысалы, әрдайым өздеріңіздің рациондарыңызға кіргізсеңіздер болады. Өте пайдалы ұндар, қыздар, оның барлығы. Сосын неше күн қалғанда дайындық болу керек? 10 күн, қыздар. 10 күн қалғанда дайындықты бастау керек оразаға. Өйткені 10 күн сіздердің ағзаларыңыз дайындалады, мысалы детокс болады. Детоксты жасаймыз, осы 40 күн дедім ғой. Алғашқы 10 күн міндетті түрде детоксты жасайтын боламыз, ары қарай оразаға жайлап қадам басатын боламыз. Жеңіл болады, сонда ораза ұстау да жеңіл болады. Өйткені сіздер тамақты көп жеп жүрдіңіздер де бірден тарс етіп барлығынан бас тартатын болсаңыздар, онда сіздердің ағзаларыңыз, асқазандарыңыз шок болады. Ондай жағдайды болдырмас үшін асқазанымызға, өзіміздің денемізге қазірден бастап жайлап детокс жасайтын болсақ, ертең ораза ұстағанда еш қиналмайтын боласыздар, қыздар. Сосын оразаның алдында ашығу жасайын деген едім, дұрыс па дейді. Оразаның алдында ашығу жасасаңыз болады, еш зияны жоқ. Оны ашығу немен жасайсыз? Мысалы, алмамен жасауға болады, немесе тауықтың төс етімен жасауға болады, немесе қиярмен жасауға болады, немесе жаңағы ірімшік дейміз, сүзбе дейміз, творог. Сонымен жасасаңыздар да болады. Қайсы сіздерге ыңғайлы, қайсы сіздерге ұнайды, сонымен жасаңыздар. Қара қымықпен де жасауға болады, қыздар. Так, тағы сұрақтар бар ма, қыздар? Егер сұрақтар болмаса, онда мен эфирді аяқтайын. Барлығы түсінікті, кімге не түсініксіз? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Марафон қашан басталады дейді. Қыздар, марафон 2 күні басталады. 2 күні кешке бастаймыз. Жақсы, қыздар, барлығы түсінікті болса, мен сақтайын, реквизитті скрин қылып алыңыздар, өздеріңізге керек болса. Сосын 40 күндік марафонды бастаймыз, Алла жазса. Сау болыңыздар барлықтарыңызға.